Сәлем достар, менімен бірге бір күндеріңіз өтсін. Үйден киініп жуынып, таңертең тұрып, 7:30-ға таман осылай үйден шыққан болатынмын. Жұмысқа да тез-тез жеттік машинамен. Жұмыс жақ әдемі болып тұр екен. Күн шығып, ағаштар әдемі, қыраумен әдемі болып тұр екен. Осылай түсіріп алдым, сменді өткізіп, апалармен бірге жақсылап әңгімемізді айтып отырып, асықпай таңғы асымызды ішіп алдық. Содан кейін барып, мен журналдар жаздым, отчет уақыты. Компьютерге барып отчет шығарып алдым. Кейін түскі астың уақыты болды. Түскі асты ішіп, үйіме қайтуға дайындалдым. Мына менің үйге қайтар жолым. Осылай бір түсіріп алдым завод жақты. Осы 2 темір жолдан өтем. 2 заводтың темір жолы, вагондар келіп тұр екен. Үйге қайтар жолда азап түсірдім. Менің үйім 1 километр десем, негізі 1 километрден де көп екен. Неке ауылға да жеттім, мен жаққа келдім. Келе салып тамақтың қамына кірістім. Картошканы тазалап, морковканы тазалап, етімді жуып, турап, қуырып, суын құйып, томатын салып, барлығын дайындап қойдым қайнатуға. Осылай бір-бір түсіріп қойдым видеоны. Неке осы сорпам қайнауға дайын. Әбден еті піскенше қайнатуға қойып қойған болатынмын. Одан кейін мен тез-тез шығып сиыр сауып келейін дедім. Өзім бардым, қасымда түсіретін адам болмағандықтан өзім түсірдім. Бұзауды тойғызып емізіп алдым. Одан кейін тез-тез сауып алдым. Кешкі уақытта негізі сүт аздау шығады, таңертеңгі уақытта көбірек шығады. Кішкентай болғандықтан басында бұзауға тойғызып береміз сүттің барлығын. Одан кейін қалғанын ғана сауып аламыз осылай. Менің каналым ұнаса, достар тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Осылай сиыр сауып болғаннан кейін мектепке қарай шықтым. Далаға шығып бір түсіріп алдым сүтімді. Кішкентай сияқты, негізі кішкентай емес. Теректің ішінде бар. Осылай мектепке қарай шықтым. Обязательно балама 2 сок алып алдым, балам екеумізге деп. Осылай мектепке барар жолды түсіріп алған болатынмын. Мостың үстінде біздерде жиі вагондар тұратындықтан біз мостың астымен жүреміз. Осылай әртүрлі заводтарға шебін теу үшін вагондар келеді. Әне-міне дегенше мектепке жеттім. Мектептің ішінде баламды күтіп тұрып осылай түсірген болатынмын. Не балам да келді. Соғын бердім, қуанды. Балам екеуміз қол ұстасып үйге қайттық. Үйге барғаннан кейін тамақтың барлығын толықтай дайындап, ауызашар уақытына шай тамақты дайындап кеткен болатынмын. Мен ол уақытта уже кешкі сменге қарай шықтым. Уже күн деген тұман болып кетті, бағана ашық, жылы болып тұрған болатын. Кешкісін осындай ауа райы шамалы бұзылды. Мені машина жұмыс жаққа келді. Бір түсіріп алдым жұмыс жақты. Газель келіп тұр екен, зат түсіріп. Кухняға барып кілтімді алдым. Апаларым ужин беріп жатыр екен. Тамақ ішіп жатыр жұмысшылар. Ужинға осындай салат дайындапты. Кабинетіме келдім. Қағаздарымды жазып, сменімді өткізіп, үйге бардым. Үйге барсам мені әдеттегідей ыдыс күтіп тұр екен. Ыдыстарымды жуып тастап, балалармен пластилинмен аздап ойнадық. Әртүрлі пішіндер жасап, балаларым мәз болды. Оның барлығы видеода түскен болатын. Одан кейін барып, мен шомылып алдым да, содан кейін кішкентайымды ұйықтатып, кішкентайым ұйықтағасын барлығымыз да ұйықтадық. Әр күндеріңіз сәттілікке толы болды.